Barchaga salom do'stlar, sizlar men sport жаңалыктар videoni басамас burun arnaga tirkelib videoga like basуды unutpаңыздар. Ең соңғы жаңалыктар тек қана bizde bo'ladi. Жанқош Тураров келесі кездесуін qachon o'tkazетінін xabarladi. Birinchi жартылай орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Жанқош Тураров келесі кездесуін Алматы қаласында өткізетінін мәлімдеді, деп жазады тілшісі. Бұл жекпе-жек кешені DAZN стримдегі сервис 200 елге таратады екен. DAZN сервисі Movida компаниясымен бірінші рет Қазақстанда өтетін бокс кешені әлемнің 200 еліне таратады. Бұл жекпе-жек кешені барасында мен испаниялық Энрике Луиспен IBO International белбеуі сарапқа саламын. Айқас 11 желтоқсан күні Алматы Арена спорт сарайында өтеді, деп жазыпты Тураров Instagram парақшасында. Айта кетейік, Тураров соңғы марта шаршы алаңға өткен жылы 18 желтоқсанда шығып 45 секундта мысырлық Абдумонем Саидті жеңген болатын. DAZN Головкинге қатысты ақпарат жариялады. DAZN стримінің қызметтік әлеуметтік желіде Геннадий Головкиннің келесі жекпе-жегін қатысты пост жариялады деп хабарлайды. Өткен аптада желініс көрмеген мексикалық Хайма Мугния аргентиналық Гонсало Корреяны нокаутқа түсірген соң Головкинге үндеу жарияланған еді. Осы орайда DAZN Мугния келесі жылы Геннадий Головкинге қарсы шығасын ба деп жазыпты. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Екен достар, конкурс жариялап қойғанбыз. Конкурсты барын бір 2-3 күнде айтатын боламыз. Ол жерде ақшалай сыйлықтар iPhone 11 Pro'да қойылған достар. Баршаға сәттілік.